Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін кешкі асқа өте дәмді әрі оңай жасалынатын бризоль әзірлейтін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен фарш пен пияздың үстіне дәміне қарай тұз, қарабұрыш сеу жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған фаршты біртіндеп алып, дөңгелек етіп жасап шығамыз. Көлемін қалауларыңыз бойынша кіші немесе үлкен қылып алсаңыздар болады. Мен 110 граммнан жасап шықтым. Менде 8 бризоль шықты. Енді видеода көрсетілгендей салафан алып, оның бетін майлаймыз. Одан кейін фаршты қойып, бетін салафанмен жауып, оқтаумен біртіндеп шұқалап, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Енді бір жұмыртқаны жарып, кішкене тұз сеуіп араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны саламыз, бетіне фаршты салып, қақпағын жауып, орташа отта 5-7 минут пісіріп аламыз. Екінші жағында дәл солай аударып, 5-7 минут пісіріп аламыз. Пісіріп болғаннан кейін ортасына 1 шай қасық майонез жағып ораймыз. Мінекей бризоль дайын, үйдегі бар заттармен жасалынады, оңай әрі дәмді. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.